Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздерге өзіміздің отбасымызбен қабылдайтын витамин D3 түрлерін көрсеткім келіп тұр. Мен бұл витаминдерді ахирден және де өзіміздің осы аптекалардан сатып аламын. Енді сіздерге айта кететінім, мысалға D3-дің өзінің мөлшерлік түрлері бар. 10.000-дық, 5.000-дық, 2.000-дық, 1000-дық деген сияқты, және де жаңа К2 мен тағы да басқа витаминдердің, минералдардың түрлерімен қосылып қабылдайтын түрлері де бар. Негізгі D3 дегеніміз бұл барлықтарыңыз білетіндей организмге өте пайдалы, яғни адам организміне күн сәулесінің энергиясының түсу арқылы пайда болатын витаминнің түрі. Ең маңыздысы D3-ді босқа жаңағы үлкен немесе аз мөлшерін өзіңіз таңдап қабылдамаңыз. Міндетті түрде анализ тапсыру қажет. Яғни D3-нің көптігі немесе организмдегі аздығы екеуі де адам организміне зиян келтіреді. Яғни мөлшері асып та кетпеу керек, азайып та кетпеу керек болады. Енді сол D3-лерді қабылдау барысында анализді қарап, дәрігер сізге негізінде тағайындайды. Мысалға, мен үлкен ұлымда организміне D3 жетіспеушілік болғандықтан оған 4000-дық дозасындағысын берді, бірақ мен оны 4000 емес 5000-дық дозасын алып ішкіздім. Ол 5000-дық доза негізі үлкендерге, ересектерге арналғандығын қазір мына жерде салып көрсететін боламын. Видеода фотосын көретін боласыздар. 5000-дық түрін іштік, 3 айдың ішінде ол өз нәтижесін көрсетті. Яғни анализ тапсырып біз қарадық, 3 айдың ішінде баланың жаңағы D3 организмдегі мөлшері нормаға жетті. Әрі қарай біз оны жаңағы сол бір қалыпта ұстап тұру үшін 2000-дық дозада қабылдайтын болдық. Енді сол 2000-дық дозаны біз үзбей қабылдаймыз. Тем более қазір қыс мезгілі болғандықтан кейін мен қазір мысалға Ноу деген осы компанияның витамин D3-ін қабылдаймын. Қабылдағанда ұлым қабылдайды. Өзінде қабылдаймын бір капсуладан тоже. Және де екінші балама 1000-дық берді. Дозасы 1000-дық, К2 дегенмен берді. Бұл түрі, капсула түрі болғанда, бұл жерде сіздерге ішін ашып көрсететін боламын. Бұл жерде мынандай капсула. Ішінде ұнтақ, яғни К2 минерал болғандықтан осындай түрі болады. Осылай түрі жақсы сіңеді. Әр баланың организмі әртүрлі, сондықтан міндетті түрде дәрігермен кеңесіп алғандарыңыз жөн деп санаймын. Получается, ұлымдағы ішетін капсуланың түрі сіздерге қазір көрсететін боламын. Міне мынандай капсула түрі, кішкентай, жұтуға өте ыңғайлы. Бұл жерде 2000 мөлшері, 2000-дық дозасы. Ал енді кішкентай балаға келетін болсақ, бала 1 айдан бастап D3-ді қабылдайды. Мысалға, Калифорния Голд деген несі бар ғой, тоже барлықтарыңыз білетін шығарсыздар. Ахирде D3-дің жидкий түрі бар. Кішкентай балалар жаңағы жұтуға ыңғайлы болу үшін. Сол 1 жасқа дейінгі уақытқа, 1 жасқа толғанға дейін кіші балама сол түрін бердім. 1 жастан асқаннан кейін бала өседі, организмі, миы, барлығы, нерв жүйелері дамиды, қалыптасады, жаңағы әрекет жасай бастайды, бала жүреді, еңбектейді, сөйлей бастайды, дыбыстар шығара бастайды ғой енді. Жалпы дами бастайды ғой, 1 жас пен 3 жас аралығында мінезі, жалпы бой өсімі, жаңағы денесі бәрі қалыптасу барысында D3-дің маңызы, рөлі өте үлкен. Сондықтан мен балама өзім аптекадан мұндағы D3 Max деген түрін алдым. Неліктен бұл түрін алдым? Ол жерде D3 Max Baby деген түрі де болды, бірақ ол жерде 400 mE, яғни дозасы аздау болды. Ал балаға 1 жас пен 3 жас аралығында 1500 бен 2000-дық доза аралығында негізі қажет организмі, өйткені бала тез өсетін болғандықтан, сол 1 жас пен 3 жас аралығында D3-дің маңызы өте үлкен, зор. Яғни ол жерде құрамындағы дозасының өзі де көп болу қажет. Мысалға, мұндағы не үшін осы түрін таңдадым? Себебі мұндағы несі, жидкий ішіндегісі, мына дозаторы бар,
ең ыңғайлысы дозатормен қасығына немесе аузына да сразу тамызып берсеңіздер болады. Және де бұл жерде бір капляда 500 ме бар. Яғни 500 ме дегеніміз жаңағы беби деген түрі, яғни 400-ге қарағанда 100 меге артық. Сосын мен бұны бір каплядан бермеймін, міндетті түрде 2-3 каплядан беремін. Неге? Себебі жаңа айтып өткенімдей, балада 1 жас пен 3 жас аралығында D3-дің мөлшері көп болу қажет, өйткені бала дамиды деп айттым, иә. Сонан соң тағы да бір айта кететін жайт, егер мысалға бала ауырып бастайды ғой, ОРВИ болсын, қандай да вирустық жұқпалы аурумен бірдеңемен ауыру бастаған кезінде D3-дің мөлшерін көбейтуіңіз қажет. Себебі бала ауырған кезінде D3 организм оны қолданады, организмдегі тұрған жинақталған қордан алып, оны қолданып тастайды. Сол арқылы D3-дің мөлшері организмнен баладан азая бастайды. Не только баладан, ересектерде де солай. Сол үшінде бала болсын, үлкен кісі, ересек болсын, ауырған кезде обычно қабылдап жүрген, мысалға 1000-дық болсын, 2000-дық дозаны қабылдап жүрген болсаңыз, ауырған сәтте соны 2 есе, яғни 2 есе дозада қабылдауды кеңес беремін. Оны бізге врач та айтты, мен өзімде интернеттен де қарап, көзім жетіп, бұлай күнделікті өмірде де қолданып жүрмін, сондықтан сіздермен бөлісе кетейін дегенім. Яғни бұл видеоны көрген кезде кейбір жандарға пайдам тиіп жатса, өте қуанышты боламын. Ең бастысы ұмытпаңыздар, міндетті түрде анализ тапсырып, анализдегі үлкен жаңағы мөлшері немесе аз мөлшерде екенін біліп тұрып, сонан соң ғана дәрігермен кеңесіп, мөлшерін, дозасын таңдап қабылдаңыздар деп айтар едім. Енді қараңыз, мысалға 2000-дық дозада қабылдап жүрген болсаңыз, сіз бір капсуламен ішіп жүрген болсаңыз, ауырған сәтте 2 капсула немесе үлкендер, ересектер 3 капсуладан ішуге болады. Ал балалар 1 капсула ішіп жүрген уақытта 2 капсуладан ішсе болады. Бұндай капсуланы негізі 5 жастан жоғарғы балалар жұтуға ыңғайлы жұта алады. Ал егерде 5 жасқа дейін капсула жұта алмайтын болса, мынандай жаңағы капелька жидкий түрі жақсы негізінде. Тағы да бір айта кететін жайт, аквадетрин дейді ғой, бұрында аквадетринді ішкізсін, сол пайдалы деп жататын мен үлкен балаларымда сол аквадетринді ішкізген болатын. Кейін келе, оқи келе, ақпараттарды қарап іздестіріп біле келе, оның зиян екенін түсіндім. Зиян болғанда қалай? Ол жерде спирт қосылады екен, аквадетрин деген түріне. Сондықтан ол несінен отказ беріп, басқа түріне ауыстырдым. Яғни 3-ші балам туылғаннан кейін жаңағы әхирдің витаминін ішкіздім. Мен, получается, 1 жасқа дейін, ал уже 1 жастан асқаннан кейін осы D3 Max-ті ішкізіп жатырмын. Бұны пока бала капсуланы ішетін, яғни 5 жас, 4 жасқа жеткенге дейін осыны үзбей беретін боламын. Ал сонан соң уже капсула ішетін жағдайға жеткен уақытында капсулаға өтетін боламыз. Ең басты ата-аналар ұмытпаңыздар, D3 кейбіреулер айтады, постоянно ішпеу қажет, курспен ішу қажет, тағы басқа деп. Ең бастысы бұл жерде анализ. Негізінде әр жылда 1 рет хотя бы D3-ның витаминнің құрамын біліп тұру керек, организмде қандай өзгерісте екендігін, соған сәйкес қабылдау керек мөлшері, қандай дозада ішу қажеттігін. Ал енді негізгі адам жаңағы ең пайдалы витаминдерді білетін шығарсыздар. А, В, С, Д, Е деп жатады ғой. Соның ішінде ең керектісі бұл D витамині. Соны ұмытпаңыздар. Және де басқа витаминдерге сіздерге қызық болып жатса, немесе сұрақтарыңыз, түсінбеген басқа да сұрақтарыңыз болса, қызықтырып жатқан сұрақтарыңыз болса, комментарияға жазып кетуді ұмытпаңыздар. Өз ойларыңызбен бөлісе кетіңіздер. Видео ұнап жатса, достарыңызбен бөлісіңіздер. Ең бастысы каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға рахмет.